Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Фатима. Бүгін біз дүкендегі печенье сияқты осындай әдемі, ерекше печеньені үй жағдайында жасайтын боламыз. Бұл печеньені жасау оңай, ендеше жасауды бастайық. Ең алдымен бізге керегі сары май. Сары майымыз бізде бөлме температурасында, яғни жұмсақ болып тұруы қажет. Сары майымыз салып болған соң, оның үстіне шекерімізді қосып, жақсылап тұрып араластырамыз. Міне біз майымыз ағарғанша осылай араластыра береміз. Майымызды араластырып болған соң, ендігі кезекте жұмыртқа. Бұл жерде жұмыртқаны біртіндеп тұрып қосамыз. Біз жұмыртқаны жақсылап тұрып араластырып алған соң, екінші жұмыртқаны қосып, тағы да араластырамыз. Достар, бұл жерде жұмыртқамызда бөлме температурасында болуы қажет. Және де осы печеньенің рецептін мен видеоның астына қалдырып кететін боламын, сол жерден көріңіздер. Жұмыртқамызды араластырып болған соң, келесі кезекте 1 шай қасық қопсытқышымызды қосамыз. Қопсытқышымызды қосып болған соң, енді кезекте ұнның кезегі. Ұнды мен 2 бөлікке бөліп барып қостым. Яғни бір бөлігін қосып, венчикпен жақсылап тұрып араластырып аламыз. Екінші бөлігінде ұнды қосып, енді кезекте қолмен араластыратын боламыз. Міне, ұнымыздың бір бөлігін қосқан кезде біздің қамырымыз осындай қоймалжың қамыр болуы қажет. Ендігі кезекте ұнымыздың екінші бөлігін қосып, қазір қолымызбен қамыр илейтін боламыз. Міне, біздің қамырымыз осылай болып тұр. Енді осы қамырды араластыра берсек, бір келгі қолға жабыспайтын қамыр болып шығады. Енді печенье пісіретін ыдысымызға пергамент қағазын төсеп, оның үстіне қамырымыздан кішкентай бөлігін алып, осылай құрт сияқты айналдырып қоямыз. Және де мен барлық печеньенің бірдей болғанын қаладым. Сол үшін де бір қамырдың, яғни бір дөңгелек қамырдың салмағы 30 грамм. Достар, қамырларымыздың бәрін дөңгелек қылып жасап алған соң, ендігі кезекте бізге осындай лопатка қажет болады. Оның көмегімен осы печеньеміздің ортасын осылай тесетін боламыз. Бұл жерде қатты тесіп жібермеңіздер. Бұл жерде печеньені лопатканың көмегімен немесе басқа да асты үшкір құралдың көмегімен тессеңіздер болады, ол өз қалауларыңызда. Мінекей, біз печеньеміздің бәрі, яғни дайын. Енді бұл печеньені қызып тұрған пеште 180 градуста 25-30 минут аралығында пісіріп аламыз. Яғни біздің печеньеларымыз қызарып пісуі қажет. Міне видеодағыдай осылай қызарып пісуі қажет. Достар, печеньемізді пешке апарған кезде бізде осындай болып пісуі мүмкін. Қараңыздар, яғни ортасында тесігі жоқ. Бұндай жағдайда сіздер еш уайымдамаңыздар, себебі лопатканың көмегімен қайтадан ортасын тесе аламыз. Өйткені бізде қазір печеньеміз ыстық болып тұр. Ыстық кезінде осылай, мына видеодағыдай лопатканың көмегімен қайтадан печеньеміздің үстін тесуге болады. Және де естеріңізде болсын, үстін тесетін болсаңыздар, печеньенің ыстық кезінде ғана тесіңіздер. Себебі суық кезінде тесетін болсаңыздар, печеньеміз, яғни қатып қалады ол кезде. Енді печеньемізді сәндемес бұрын, печеньемізді суытып алуымыз қажет. Суытып алған соң, ендігі кезекте сәндеудің кезегі. Бұл жерде өздеріңізге байланысты қалай сәндегілеріңіз келеді. Менде бұл жерде вареная сгущенка. Сіздерге не ұнайды? Варенье ұнай ма? Немесе шоколад ұнай ма? Шоколадты ертіп қойсаңыздар болады. Менде бұл жерде 60 грамм вареная сгущенка.
Мінекей, біздің печеньеміз дайын болды. Бұл печенье өте ерекше көрінеді, әрі дәмді, және де дүкендегі печеньелерден асып түседі. Себебі бұл печеньені сіз өз қолыңызбен жасадыңыз. Сіздермен болған Фатима. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазып кетіңіздер. Және де бұл видеоны достарыңызға жіберіңіздер.